Және де сіздерден сұрайтын нәрсем, ол реал тариф программасын түсіндіріп жатқан кезде, енді сіздерге ол жаңа бағдарлама, жаңа нәрсе, сондықтан сіздерде өте көп сұрақтар болуы мүмкін. Мен осы жақында бір қыз баланы үйреттім, реал тарифті қалай санау керек екенін, и түсіндіріп айтып жатқан кезде, жүктерді таңдау кезінде кішкене біреуі кішкене жасыл, қызылға боялған, қалай айтсам екен, кнопкалар болды, иә. Соны түсіндіріп жатқан кезде қыз айтады: мен сонда мына жасыл кнопкадегі жүктерді алуым керек, қызылды алмауым керек па деп маған сұрақ қойды. Мен реал тарифті бұлай үйренген кезде, шынымды айтсам, ондай сұрақ басыма келмепті менің. Содан ана қыздан сұрадым: неге сен мән беріп жатырсың, бұның біреуінің қызылы, біреуінің жасыл екеніне мән беріп жатырсың десем, ол қыз финанс және бухгалтерлік іс бар ғой, сондай оқуды бітірген екен. И ол жақта бізге айтады дейді, егер де қызыл болған жағдайда, ол енді дұрыс емес, иә, ол дебет, кредит деп шығады ғой. Сол сияқты ол қызылды дұрыс емес, жағдай, жасыл дұрыс деген, минус плюс деген сияқты ше. Сондай да сұрақ қойды маған. Сондықтан сіздерге айтарым, осы реал тарифті үйрену барысында тоқтатып қойып, қайта қарап, қандай сұрақтарыңыз бар, солардың барлығын жазып алып, артынан бізде зум сабақтар болады, сол кезде маған қоюларыңызға болады. Мен сол сұрақтарыңызға жауап беретін боламын.